Жұқпалы аурулар ауруханасы қауіпті аймақ саналатындықтан, ол жерде жұмыс істейтін кез келген қызметкерге жалақы әдеттегіден бірнеше есе көп төленеді. Сондықтан бұл ауруханаға қызметке тұру екінің біріне бұйыра да бермейді. Жұмысқа кіру үшін пара беруін қажет деген әңгімелер де жиі айтылады. Біз жұқпалы аурулар ауруханасына жұмысқа кіру үшін қанша сома беру керектігін анықтауға тырыстық. Жұмысқа кіргіземіз дегендердің байланыс нөмірін табу аса қиынға соққан жоқ. Аты жөнін көрсетпеуді сұраған біреу әлеуметтік желіде жұмысқа қабылдап жатырмыз деген хабарландыруды жіберді. Бірақ нақты қай әлеуметтік желіде жарияланғанын айтқан жоқ. Өзін Гүлзатпын деп таныстырған әйел жұқпалы аурулар ауруханасына қызметке тұру оңай емес екенін, қызметке тұру үшін 150 000 теңге ақша беруім керек екенін ашық айтты. Ол кейін WhatsApp-қа жазып, Жанар дегенің нөмірін берді және сол кісіге тездетіп жеке куәлігімізді суретке түсіріп жіберіп қоюымызды сұрады. Жанар телефон шалған адамдармен бірден емін-еркін ашық сөйлеспейді. Телефон нөмірді қайдан алған, кімнен алғанын сұрайды. Гүлзаттың есімі аталғаннан кейін ғана жұмыс жөнінде ашық сөйлеседі. Ол да Гүлзаттың айтқанын қайталаумен болды. Алло, сәлеметсіз бе? Жанар деген бекен? Иә. Сәлеметсіз бе? Мен жұмыс жөнінде жолған едім сізге. Кімдер номер? Гүлзат деген? Екі қыз бала деп па? Иә. Сол жөнінде жолған едім, инфекционныйда істейсіз ба? Модульный больницаға жұмысқа. Зарплата қанша екен? 870. 870 қолға алатыны да? Карта. Ау? Картаға. Картаға? Қандай не ашу керекпін? Қандай банктен? Оны жұмысқа кіретін болсындар, келіп маған жолығасыздар, сол кезде бәрін айтамын. Сомасы қанша кіру үшін жұмысқа? 150 000. 150 000. Оны деген жұмысқа кіргеннен кейін беру бола ма? Әлде наличка? Жоқ, сразу аласың. Сразу? Қолма-қол ма? Иә, енді обучение бәрін оқытамыз болып, документ дайындаймыз. Қандай документтер? Обучение өткіземіз, сертификат алғызамыз, меткісін жасаймыз. Жұмысқа кірген үшін сол 150 000 алады. 150 000 алады? Зарплаттан сосын деген ондай жоқ. Зарплаттан беруге болмай ма екен деймін? Жоқ. Өзіңіз сонда істейсіз ба? Біздер посредник. Жұмысқа кіргіземіз. Жақсы сонда. Алло, саламатсыз ба? Бана мен хабарласып едім ғой, Гүлзат сіздің нөміріңізді берді деп. Иә. Мен сұрайын деген, біздер мүшасын вакцина алған жоқпыз. Вакцина алмасақ қалай болады екен? Вакцина керек емес. Керек емес. Вакцина жоқтарға. Ау? Вакцина жоқтарға страхование жасайды өздері. Ана жұлдыз жақтағы ма сол? Иә. Орын бар ма? Білмеймін, күтіп отырмын, звонок. Егер де келетін болса, онда жоқ. Жақсы. Жанар сенімсіздік білдірген адамдармен Гагарин аялдамасы маңында кездесемін деген. Бізбен жүздесуге де уағдаласқан, бірақ бірер минуттан соң кездесуден бас тартты. Мен сізге айтып отырмын, мен каждый адаммен просто киесі бетпе сөйлесе бермеймін. Нақты жұмысқа кірем деген адамдар болса, болды. Сіздер де мені түсініңіздер, мен жұмысқа біздер бет кіріп жатқан білесіздер незаконно екен. Поэтому мен каждый танымайтын адам бәрімен мен бетпе-бет киесі просто уақытымды алып жүрмеймін. Мен нақты жұмысқа кіретіндермен келсем болды. Кейін Жанар WhatsApp желісіне орын толып қалды деп жазды. Бірер минуттан соң кіресіз бе, орын бар деп аудио жазба жіберді. Және тездетіп ақша жіберуіміз үшін Бибигүл дегеннің байланыс нөмірін жіберді. Не от сонымен кіретін болдыңыз, болмадыңыз, әлі ойланып отырсыз. Мен мұнда қайта орын бар, орын жоқ деген кісілермен бүгін список полный тапсыру керекпін. Емде жазды, кірмесер кірмейін деп жаза қойыңдар онда. Бибигүлге хабарласқанымызда Жанар мен Гүлзатты танитыны растады. Алайда ол жұқпалы аурулар ауруханасында жұмыс істемеймін деді.
Бибигүл ме екен? Иә. Сіздің номеріңізді сіз кім танисыз ба? Гүлзат, Жанар дегендерді? Иә. Оны дейді. Сол кісілер беріп еді. Иә, не деп. Ол кісілер айтқан, неге сізді инфекционный больницада, модульный инфекционный больница бар, жол жақта сонда жұмыс істейді. Ақшаны жұмысқа тұрғызамыз, ақшаны сол сізге жібересіздер деп. Иә. Сосын сіздің номеріңізді беріп еді. Сол анық қанығына көз жеткізейін дегенмін, сіз нақты сонда істейсіз ба, ақшаны сізге жіберу керек па, әлде жоқ па деп. Не? Мен неме ма, Билайн номер ма, неме голдыма ма? Иә, ол кісілер айтты, ақшаны сізге жібересіз деп сіздің номеріңізді берді, голд номеріңізді. Осы номер. Соны біз нақты анық қанығын білейік дегенмін, сіз нақты сол инфекционный больницада істейсіз ба? Жоқ, мен істеймін. Онда жұмыс істемейсіз, е? Жоқ, мен істеймін деп айтсам. Иә, ол кісілер, ол кісі сізді айтты, Бибигүл сонда істейді. Яғни қызметке жұмысқа қабылдайтын сол, ақшаны соларға жібересін деп, сол сіздің номеріңізді берді. Мен сізге сол үшін қабылданды, мен дейтін. Мен онда істемеймін, мен қабылдап отырмын, мен ақсасын. Бірақ мен басқа жерге қазір Ростөлген мамаға жіберемін оны. Кімге жібересіз сонда? Ростөлген мамаға кадрға жіберемін. Кадр маманына жібересіздер, е? Не істегеннен кейін? Иә. Жоқ, сол нақты кім Гүлзат, Жанар дегеннен бері, Жанар сіздің номеріңіз берді, сосын нақты анық қанығынан білейікші деп жатқанбыз өйткені. Гүлзатқа кім боласыз? Гүлзатқа ешкім емес, біреулер берген сол кісі номерін. Ол кісі кеше Жанар деген номерін берді, Жанар деген сол кеше сіздің номеріңізді берді. Бірақ енді ол кісілер сізді сол инфекционныйда істейді деп берді бізге, маған сөйтіп айтқан, жұмыс істейді. Жоқ, қашада істейді маған. Бірақ нақты сіз ол кісілер танисыз, е? Иә, қабылдап отыр. Мен ақша қабылдаймын, бірақ мен онда істемеймін, мен честно айтып отырмын сізге. Иә, ақша қабылдайды сізге. Иә, мен. Бірақ не? Мен Ростөлген мамаға жіберемін. Кешіресіз, бір нәрсе сұрай кетейінші, мысалы осы күнге дейін шынымен де жібергендер бар ма сізге? Сеніп? Иә, қаншасы түседі ма? Көп па сізге жіберіп жатқандар? Бізге кішкене күдік күмәнмен қарап тұрғанымызша, сосын нақты білейік дегенбіз ғой, сұрайық деп. Қай жақтан түседі? Осы Оралдан. Иә, любой адамда күмән болады ғой. Сол үшін сол нақты кіргізе ме жоқ, болмаса енді ақша далаға кете ме деген сияқты күдік күмән ғой. Сол себепті анық қанығын біліп алайықшы деп хабарласып тұрғанбыз. Білмеймін, енді өздеріңіздің нелеріңіз не детеді. Мен сізге қазір не деп айтамын, мен қалай сендірем сізді. Телефоннан көзім көрмей отқан сізді. Мені көрмей отқан мен сізді қалай сендірем. Мысалы қазір адам толып қалған жоқ па? Алып жатсыздар ма? Орын бар ма? Оны білуім керек. Оны сіз біліп бере аласыз ба? Біліп берейін. Жақсы, осыны білгенде көп рахмет сізге. Батыс Қазақстан облысы жұқпалы аурулар ауруханасының басшысы Надия Ахметова бұған өзінің де қол астындағы қызметкерлерінің де қатысы жоқ деп отыр. Пусть скажет, кто просил, конкретно человек скажет, кто просил 150 тысяч, кому она отдавала. Эти разговоры еще с февраля. По этому поводу у нас и прокуратура проверяла, и ДВГ, и антикор все проверяли. Мы сами без них выявили мошенники, которые организовали группировку, типа мы вас устроим, деньги собирали. Мы на них написали заявление, в милицию сдали. Не в вашей компетенции вести расследование. Если они заявляют, скажите им, пусть идут, официально пишут свои заявления, что мы хотели устроиться на работу, с нас потребовали деньги 150 тысяч. Конкретно кто потребовал, пусть идут заявления пишут. В чем проблема-то? Я, например, за, чтобы выявили, кто же у меня этим занимается. Я лично ни у кого денег не беру. Я этим вообще не занимаюсь. Берем резюме, обучаем и выходит у нас на работу. Если кто-то просил их, пусть на них заявление пишут. И конкретно указывает, кто просил. А эти журналы заявлять, я считаю, что это глупость полная. Я вам что могу сказать?
То, что я ничем не занимался, я не занимаюсь. В моем среди нашего персонала никто этим не занимается.